Сәлем достар, бұл жылы наурыз айында екі затмене ай тұтылуы болмақ. Соның біріншісі осы 14 наурызда болады. Бұл жолы бұл ерекше астрологиялық құбылыс Бикеш Дева белгісінде болады, және бұл соңғы 9 жылда болып отырған алғаш рет осындай энергетикалық өзгерістерді әкеледі. Таразылар, весы. Бұл айдың тұтылуы сіздің ішкі әлем, құпиялар, рухани даму секторында өтеді. Өткенмен қоштасу, ескі жараларды емдеу кезеңі, өз-өзіңізбен жұмыс істеп, психологиялық мәселелерді шешу уақыты, медитация, йога немесе психологиялық терапия пайдалы болмақ. Бұл затмене осыдан 19 жыл бұрын болған 2006 жылы немесе 2015-2016 жылдардағы наурызда болған затменемен байланысты. Сондықтан сол кезеңде болған оқиғаларды еске түсіріңіз. Бұл жолы да соған ұқсас өзгерістер болуы мүмкін. 2006, 2015, 2016 жылдардағы болған нәрселер қазір қайталануы мүмкін.